Қара бура. Әңгіме. 3 бөлім. Авторы Асқар Алтай. Ақнардың не ойлағанын қайдам? Өз ішінде, өз еркінде. Ескендірдің істер лажы жоқ. Тағдырға шыдап баққан. Өз қолымен істеді бәрін. Өз қолын өзі кесер ме? Ақнәрде несі бар еді? Айдатып жібергені артық еді әкесімен. Екеуі қосылғалы, дүйім елге жек көрінішті болғалы. Көрген күндері күн емес, су қараңғы түн дерлік. Ақнардың қара көзін мұң тұтып, бетінің ұшынан қызыл сөнгелі қашан. Үй іші мен аудан орталығында қоштасқанда мұны суынып қарсы алған. Еркімен босағасынан өзі аттаса да, жүрегі жылымас мұз боп қатқан. Бұл еріте алмады, ерімес те. Ескендір ол мұны түсіне алмас. Түсіну де мүмкін емес қой. Өткен өмір, көшкен көңіл. Алыстағы ауданнан Ескендір сол түні ат үстінде мұздап кеп, қатты жаурап, жылы оранып жатып қалды. Содан күн көтеріле бірақ тұрған. Тұра сала тез киініп сыртқа шықты. Қарашаның суық күні шығырмақтана қалыпты. Маңдай алдында құлама қия жартас түйе құлаған жақты буалдыр мұнар тұтқан екен. Сайдан көтерілген шамасы. Үйге кіріп Ақнәрді күтті. Үй Қарашаның өлі арасындағы суықтан ба, пеш жақпағаннан ба суып кетіпті. Күнде ертемен шай қайнап тұратын үйде ерекше бір салқын леп жүзді жалайды. 2 бөлмелі үй іші жып жинақы болса да, Ескендірдің көңіліне көпті сезім тудырғанды. Далаға шығып көршілерден сұрастырды. Ешкім таң атқалы көрмепті. Артельге қоғамдастырылған соқа саймандар тұратын ауыл шетіндегі үйге барып қайтты. Ол жердегілерге тапсырма беріп, еңсе байдың көп түйесін кезекпен бағып жүрген жігіттердің бірінен ойсылқара жайын сұрап білген. Үйге қайтып келген бетте аузына атқалақтай тығылған жүрегін баса алмай, басына талай ойлар келіп, үрей мен қорқыныштан қашып, осыдан 2 күн бұрын жауған ұлпа қардан із кеспек боп есіктің көзінен ұзай түскен. Шет жаққа салынған өз үйінен көп ұзамай, шығындамай-ақ мәсімен басқан жалғыз ізге түскен. Көзі түскен сәтте көңілі суып сала берді. Япырай, шынымен түннің бір уағында кеткені ме? Ерте түскен іздің бетіне жұқа қыламық қатып үлгеріпті-ау. Енді қайтты, хабар берсем екен. Ел не дейді? Елсіз күнсіз жақта несі бар? Аяғында қыстық көнде емес, жұқа елтірі мәсі. Жоқ, жамандыққа қимайды. Олай болуға мүмкін емес. Мұны аямаса да, өзін өлімге қиса да, құрсағындағы балапанын күнә ғып мойнына артпас. Қанша десе де о дүниеге қарыздар аттанбас. О Құдай, сенің барлығыңа бүгінгі күнге дейін күмән тудырып келсем, ашынғандықтан, азаптан, енді қалған ғұмырымда сол күнәмді жуып өтейін. Жамандығыңды аулақ қыл. Өзің өз болсаң пәледен сақта. Көрмеген сәбиімнің атынан жалбарынам. Осындай бір оттай ыстық ойлар өртеп, түйе құлағанға қарай Ескендір еңіреп жылап, бойын билеген қорқыныштан есін жия алмай, ұшып жығылып келе жатты. Жүгірген бойы жазық бетінен кенет тік құлаған қия құз жартас түйе құлағанға жеткенін бірақ білді. Тай шаптырым жердегі терең тұйықтан басталатын табиғаттың бөлек бітімі түйе құлаған тып-тыныш. 150-200 құлаш төменде алып жалама жартас түбінен жылап аққан сансыз бастаулы кең сай 60 шақырымнан астам жатқан Қаратоғайдағы ауылға дейін созылып барып жазыққа ұласатын. Есі шығып кеткен Ескендірдің көзіне алғашында түк те көрінген жоқ. Шынында да тұйық құздың етегі тұманға бөккен ақ мұнар еді. Жас парлаған көзін сүртіп, дұрыстап қайта қарады қадала. Төмен тұнған ақ тұман, қалың, ештеме айырып болар емес. Із текшеде таусылған, қайтқан із жоқ. Бар зұлмат қайғы қара көрпесін Ескендірге жаба салған осы арада. Қарғығысы келген артынан, қарғи алмады, тәуекелі жетпеді. Басқа ой жетеледі. Есуас ой аяғы сынып аман қалған шығар. Әппақ бу ғой, бу тұманы түйені түгімен, биені бүгімен жататынын білмейді ол. Ұзына бойы 1 шақырымдай жартас төбе
төбесін жиектей жүгірді. Төмен қарай жартас жылға-жылға жоталы қабырғаға айналып кететін. Тайға құлайтын өзеннен кей жерде жығыла домалап, кей жерде оңбай құлап, етектегі ақ тұман ішіне кірді. Сайды өрлей жүгірді. Кішкене бұтақтардан көтерілген бу пердесі сұлу ақ, жүзін жібектей сипайтын тәрізді. Бетіндегі қары еріп жатқан, жылы саздың шылқылдап жатқан суы етігінен шашырап, тізесі мен санын сулағанда ғана денеге тиген суықтан бойын бірден жиып алды. Құр жүгірісті қойып, орқаш-орқаш қабырға жартастың етегін ала Ақнарды іздеуге көшкен. Кешікпей бар шындықтың басынан шығып, бар сұмдықтың үстінен түсті. Тіл аузы байланып, жерде жатқан жандарға қаранып, арлы-берлі ақ будың ішінде жүре берді. Екеуі де бір-бірінен алыс жатқан жоқ, әлде бір аппақ қарлы алаңқайға түсіпті. Айналасы киіз үйдің орнындай жерде қандағы шашырамаған жер қалмапты. Бейшара Ақнар қарнын құз басынан құлап келе жатқанда сойдиған сояу тастардың бірі ілсе керек нәрестені ақтарып түсіріпті. Баланың жолдасы әйел мен баланың ортасында қалыпты да, 6-7 айлық аппақ ұл жатырдан ақтарылған қалпында бір жеріне сыза түспей жатыр. Қайран Ақнар соншама биіктен құлап, томпиған қарны жарылып, бар қаны қотарыла ақтарылып жатса да, көпке дейін жан тәсілім ете алмай, бір орнында ұршықша иіріле аунай жан таласыпты. Қайран, нағыз ер туар ару-ай, ару Ақнар. Жалғасы бар. Құрметті достар, әңгіме ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіңіздер. Назарларыңызға рахмет.